Мен келінімді алғаш көрген күнді ешқашан ұмытпаймын. Сол күннен-ақ бірдеңе дұрыс еместей көрінді. Есік ашылып, төрлетіп кіргізгенімізде басын сәл ғана изеп қойды да, көзімді бір ретте тура көрмеді. Жай ұялып тұрған шығар деп ойладым. Бірақ жүріс-тұрысы, қимылы біртүрлі, тым сақ, тым есеппен жасалғандай болды. Не десем екен? Адам біреуді алғаш көргенде-ақ ішкі түйсігі шым ете қалады ғой. Дәл солай. Мына жерде бір гәп бар деген ой ішіме қонақтап алды да, содан бері кетпей қойды. Күйеуіме айттым сол кезде. Ей, мына қызым жүрісінде бір жаттық бар, көрдің бе? Ол болса, қойсаң Айман, параноя шығар деп күлді. Мен үндемедім, бірақ ішім пысымады. Қыздардың талайын көрдік қой, айналайын. Ұялады, қызарады, күледі, бір қылығын көрсетеді. Ал мынаның бетінде маска тұрғандай. Не ашылады, не жабылады бір қалыпта. Әйтеуір бір сыр тығып жүргендей. Той өтті, құдалық өтті, бәрі кәдімгідей. Арада алғашқы апта өтті, келін тым үлгілі, тым тырыс. Тазалығы мінсіз, тамақ уақытында. Ешқашан дауыстамайды, еш уақытта қарсы келмейді. Өзің білесің, шептен тыс идеалдық деген нәрсенің өзі қорқынышты боп көрінеді кейде. Бір күні ас үйге ерте түстім. Таңғы 6-лар шамасында. Тұрдым да, суды қайнатайын деп жарықты жақтым. Сонда келінді көріп қалдым. Қараңғыда жалғыз отыр. Алдында дәттері ашық. Бір нәрсе жазып отыр екен. Жарық жанғанда қып-қызыл боп кетті. Ерте тұрыпсың ғой дедім. Я, үйренгенмін деді де дәптерін лезде жауып тастады. Не жазып жүр бұл қыз таңғы қараңғыда деген ой келді. Бірақ ол кезде үндемедім. Бір аптадан соң тағы бір оғаш нәрсе байқадым. Келін екеуміз үйде едік, күйеуім жұмыста. Өз бөлмесінде әлденені реттеп жүр екен. Мен киім ілетін үлкен шкафтың жанынан өтіп бара жатып, есігі сәл ашық тұрғанын көріп қалдым. Шкафтың ішіндегі киімдердің арасында менің ескі палтом тұр. Бірақ қызығы қалтасынан әлдене шығып тұр, менікі емес. Мен қатты таңғалдым да, ерінбей қалтасын ашып қарадым. Бір кішкентай қорап. Ішінде кішкентай темір салтыншақ. 2 әріп. А, Ж. Менің атым Айман Жүніс қызы. Бірақ мәселе онда емес. Менде ондай салтыншақ ешқашан болмаған. Келін дәл сол кезде кіріп келді. Мама, сізге бірдеме керек пе еді деді, даусы салқын. Мен салтыншақты қалтама тығып жібердім де. Жай өтем деп едім дедім де шығып кеттім. Ол маған ұзақ қарады, алғаш рет. Бірақ сол көзқарас, бір түрлі өткір, есептеген, бақылаған көзқарас еді. Содан бері келінді сырттай бақылай бастадым. Ештеңеге жоламадым, бірақ әр қимылын аңдадым. Өз-өзіме. Айман, тым асыра айтып жүрсің бе десем де, күдік-күдікпен қалды. Бір күні түнде бір дыбыс естіп ояндым. Сағат 3. Тура 3. Әлемнің барлығы тыныш, тек ас үй жақтан бірдеме тықырлап жатыр. Ақырым тұрдым да, аяғымды дыбыс шығармай басып, дәлізге шықтым. Ас үйдің жарығы жанып тұр. Келін, тағы жалғыз. Тағы креслода, тағы дәптер, тағы жазып отыр. Бірақ бұл жолы жай жазып отырған жоқ. Бір бетке сурет салып жатыр. Мен есіктің саңылауынан қарап тұрдым. Қолындағы қарындашы зырылдап тұр. Салғаны адамның жүзі. Бір әйелдің жүзі. Ал сол әйелдің көзі тура менің көзіме ұқсайды. Ал бетінің бір қапталында менің бала кездегі тыртығым. Менің суретімді салып отыр. Таңғы сағат 3-те. Сол арада полдан бір тақтай сықыр етіп кетті. Келін жалт қарады. Мен тез бірнеме кіріп үлгердім. Түн бойы ұйықтай алмадым. Ертеңіне күйеуіме айттым. Сенің келінің бір түрлі. Маған ұқсаған суреттер салып жүр. Түнде, жалғыз. Күйеуім мырс етті. Өнерге жақын шығар Айман. Суретті кім салмайды дейсің? Ал менің тыртығым қайдан есіне түсті? Мүмкін байқап жүрген шығар. Түнгі 3-те ме? Айман, қой енді. Осылай басталды. Күйеуім мені түрткі іздейтін адам деп ойлайды.
Бір күні сенбі күні бәріміз үйдеміз. Мен кір жуатын бөлмеге кіріп киімдерді сұрыптап жатқанмын. Келіннің көйлегінің қалтасынан кішкентай қағаз түсті. Мен оны байқамай алайын дегенде көзім шалып қалды. Қағазда жазу бар. Бүгін ол тағы да күдіктене бастады. Жоспарды жеделдету керек. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Ол кім? Мен бе? Жоспар қандай? Жеделдету неге? Сол сәтте дәліз жақтағы аяқ дыбысын естідім. Қағазды лезде жеңінің ішіне тығып жібердім. Келін кіріп келді. Менің көйлегімді алып жатырсыз ба? Деді жай ғана. Бірақ дауысы жылулығы жоқ. Бақылаушының дауысы. Мен жымиып, «Иә, кірлерді бөліп жатырмын» дедім. Ол басын изеді де шығып кетті. Қолым дірілдеп тұрды. Қағазды кешке күйеуіме көрсеттім. Ол бір сәтке ғана ойланды да. Айман, бұл бір тізімнің жыртылған бөлігі шығар. Немесе бір кітаптан алынған жол. Қорқатындай не бар? Мен айқайладым. Сен мені тыңдамайсың. Бұл қызда бір нәрсе бар. Бәрін бақылайды. Құпия дәптері бар. Түнде менің суретімді салады. Қалтасына менің аты жөнім жазылған белгі тыққан. Қағазда жоспар деген сөз бар. Ол басын шайқады да. Мүмкін сен шаршаған шығарсың. Сен соңғы кезде тым сезімтал боп жүрсің. Содан кейін ештеңе демедім. Бірақ түнімен ойымнан бір сұрақ кетпеді. Мен шын мәнінде асыра айтып жүрмін бе? Әлде шынымен де бұл қыз бірдеңе жоспарлап жүрме? Келесі күндері оны тағы байқадым. Телефонмен біреуге хабарлама жазып отыр екен. Қасында үнсіз тұрдым. Ол байқамай қалды. Экранның бұрышында бір жол тұр. Бүгін шешіледі. Жүрегім зу ете түсті. Сол кезде ол артына жалт қарады. Біз көзбе-көз қарасып қалдық. Ал бұл жолы ол көзін тайдырмады. Мені зерттегендей тік қарады. Бірдеңе айтқыңыз келді ме деді. Жоқ дедім. Онда неге қарадыңыз? Жай, маған сенбей жүрсіз ғой. Дауысы тым тыныш, бірақ соғұрлым қорқынышты. Мен үндемедім. Ол да үндемеді. Әлгі салқын көздермен ұзақ қарады да бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні ұйықтамадым. Келесі таң шешуші күн сияқты болды. Үйде тыныштық. Күйеуім жұмыста. Мен ас үйде шай қойып тұрғанмын. Келін жымиып келді. Мама, сізбен сөйлессем бола ма деді. Менің жүрегім тағы бір алас ұрды. Айтыңыз. Сіз мен туралы көп ойлайтын сияқтысыз. Мен не дерімді білмей қалдым. Неге дедім. Сіз мені бақылап жүрсіз. Қалталарымды қарайсыз. Түнде қарап тұрасыз. Телефондағы сөздерді аңдисыз. Менің денем мұздап кетті. Жоқ, мен... Уайымдамаңыз, бәрі жақында түсінікті болады деді де қалтасынан бір қорап шығарды. Кішкентай әдемі қорап. Мен шегіне бердім. Ол қорапты үстелге қойды да, мен сізге бергім келген нәрсе бар деді. Не? Қорқпаңыз, бұл сыйлық. Менің тізем дірілдеп кетті. Неге? Өйткені сіздің туған күніңіз бүгін. Мен қатып қалдым. Өзін өзі ұстай алмай, менің туған күнім ертең ғой деп жібердім. Ол жымиып, иә, бірақ біз ертең ауылға кеткенше бүгін алдын ала берейін дедім. Қорапты аштым. Ішінде дәл баяғы салтыншақ. А, Ж. Мен аң-таңмын. Бұл не? Сіз жас кезде жақсы көрген салтыншақ екен. Әжеңіз сыйлаған. Сіз оны жоғалтып алғансыз. Мен күйеуімізден сұрадым. Ол айтты. Мен дәл сондайын жасап бергім келді. Әріптерімізді де қойдырттым. Мен аңырып тұрып қалдым. Ал түнде салған суреттер ше? Сізге портрет жасап жүрмін. Үйге іліп қоямын деп ойлағанмын. Ал қағаздағы сөздер? О курстағы тапсырма, психология сабағы. Персонаж ойлап тауып, оның атынан күнделіп жазу. Сіз оны кездейсоқ тауып алғансыз. Мен жерге қарай бердім.
қатты ұялып кеттім. Сол сәтте ол ақырын ғана: «Мен сізге жақын болғым келді, бірақ сіз мені ұнатпай жүрсіз деп ойладым» деді. Сонда ғана түсіндім. Мен өз күдігіме өзім тұншығыппын. Кешке күйеуім үйге келгенде, мен екеуінің алдында өзімді кінәлі сезіндім. Келін тыныш қана тамақ әзірлеген күйі: «Мама енді маған сенеді» деп жымиып қойды. Ал мен өзіме сенбедім. Келіннің көздеріне қарадым. Расымен таза, түсінікті көздер. Мен ғана бәрін бұрмалап жүрген сияқтымын. Алайда түнде ұйықтар алдында бөлмеме кіріп, келін берген салпыншақты қолыма алдым. Жарыққа қаратып тұрып, оның артына оймышпен жазылған кішкентай жазуды көрдім. Жоспар бойынша бәрі дұрыс. Қолымнан салпыншақ түсіп кете жаздады. Жүрегім тағы дір етті. Бұл жазуды ол неге жасатты? Кездейсоқ па? Әлде? Мен әлі білмеймін, бірақ бір нәрсені анық сеземін. Мен күдіктенген сол алғашқы түйсік әлі сөніп кеткен жоқ. Және мен келіннің қандай сыр жасырып жүргенін әлі де ашқан жоқпын.